Отбасы мен күйеуінің махаббатын сақтау үшін қайын інісінен бала көтерген Шолпан күнәлі ме? Өзгеден бала көтеріп отбасын сақтағысы келген Шолпан туралы Мағжан Жұмабаевтың «Шолпанның күнәсі» әңгімесінен біліңіз. Сәрсенбай мен Шолпан бір-бірін сүйіп қосылған жұбайлар. Сол уақытта ұнатқан ғашығына қолы жетпей зар жылаған ғашықтарға қарағанда, бір көргеннен ұнатқан жігітіме тұрмысқа шықтым деп Шолпан өзін бақытты адамдардың қатарына қосатын. Махаббатқа мас болған сонша Шолпан әрбір түн сайын күйеуінің жанына жатар уақытта Құдайдан бала берме деп тілейді екен. Сондағысы күйеуінің өзіне деген ыстық махаббаты балаға бөлініп кетеді деп ойлауында. Арада 3 жыл уақыт өтті. Өмір Шолпан қалағандай өтіп жатты. Бала сұраған күйеу де жоқ, бала берген Құдай да жоқ. Барлығы Шолпанның есебіндей. Бір күні Нұржан деген досының үйіне Шолпан күйеуімен бірге қонаққа барады. Нұржанның үйленгеніне 5 жыл. 2 ұлы мен қызы бар. 3 баланың қызығына тоймай Сәрсенбай үйге қайтқысы келмей ұзақ отырып қалады. Үйге келгеннен кейін жатар уақытта күйеуі баланың қызығынан шыға алмай, балалы үй базар, баласыз үй қумазар деп бекер айтпаған екен деп, Нұржанның балаларының қызығын айтып күліп жатады. Шолпан терісті күлгенімен сол түні баланың жоқтығынан жүрегі қан жылайды. Сол түннен бастап Шолпан Құдайдан тек бала сұрайды. Жатса да, тұрса да Алладан сұраған тек бала болды. Дәретін үзбей 5 уақыт намаз оқи бастайды. Аузынан тек бала бере көр деген тілегі түспейді. Ауылдағылар тіпті пірадар жеңге, пірадар келін, пірадар абысын деп әңгіме қылып жүрді. Бірақ Шолпанның есіл дерті тек бала болды. Жасамаған емі, дуасы қалмады. Нәтиже жоқ. Арада 5 жыл уақыт өтті. Отасқандарына 8 жыл уақыт өткенде Шолпанды қазақтың ұрлық қылда мал тап, ойнас қылда бала тап деген сөзі мазалай бастайды. Кінәраттың барлығы күйеуінің бедеулігінен деп ойлап, отбасын сақтап қалу үшін ойнастық жасап бала табуды ойластыра бастайды. Бірақ кімнен? Осы сәтте өзін айналшықтап жүрген қайнысы Әзімбай келеді. Бала таппаған әйел қыздай деп Шолпанның сол жақ санын қысып әзілдеседі. Бұл әзілге Шолпан өзінің кетер емес екенін танытып, кешке үйде ағасының болмайтынын айтады. Түн батқанда Шолпан иіс сабынмен жуынып сандықтағы әдемі көйлегін киіп Әзімбайды күтеді. Әзімбай да келе сала өз шаруасына кірісіп кетеді. Шолпан өзінің бұл күнәға тек бала сүю үшін ғана барып жатқанын айтқысы келсе де, Әзімбай оған мүмкіндік бермеді. Бір түн ештеңе шешпес, мүмкін бала көтермей қалсамшы, ақыры күнәға батсам, нәтижелі болғанша батайын дейді Шолпан. Шолпанның осы жүрісі ауыл арасында гу-гу әңгімеге ұласты. Шолпанның аяғы ауыр болып ішін сипап баласымен сөйлесіп жүрді. Бірақ күйеуінің бұған деген махаббатының сөніп, көз қарасынан қатқылдана бастаған сезеді. Болмашы нәрсеге боқтап, соғып алатынды да шығарды. Сәрсенбай үйде жоқ еді. Шолпан ағаш төсекте ой үстінде. Қойнында Әзімбай қалың ұйқы үстінде ұйықтап жатыр. Даладан арбаның тоқтаған дауыс естілгендей болды. Шолпан төсектен атып тұрып, Әзімбай тұр, ағаң келді деп айғай салады. Ұйқылы ояу киімін жинап Әзімбай қаша жөнеледі. Үйінен бөтен еркектің шыққанын көріп, атып үйге кіреді. Ағаш төсек үстінде көрпе жамылып жатқан Шолпанды қамшымен сабай бастайды. Көрпені ашып, Шолпанды жерге сүйреп түсіріп басынан қабырғасынан тебе бастайды. Шолпан үнсіз жылай берді. Бір уақытта ішін ұстап бала дейді. Оны естіген Сәрсенбай аяусыз ішінен теуіп, мен саған ойнас жасап бала тап деген жоқпын деп айғайлайды. Айғайлаған дауыстан Сәрсенбайдың шешесі мен көршісі араға түседі. Бірақ тоқтап жатқан Сәрсенбай жоқ. Болмаған соң екеуі басқаларды айғайлап шақырады. Келген жұрт ажыратып Сәрсенбайға әйелінің төбесінен 40 шелек мұздай су құйса күнәсі кешіріледі деп Шолпанды алып кетеді. Алғашқы салқын судан денесі тітіркенген Шолпан кейінгі шелектен құйылған сулар әсер етпеді. Талықсып кеткен Шолпан ертесі түсте оянып көрпесін ашып тек балам қайда деген сұрақты қойып талып қалады. Күнмен таласа Шолпан да өмірмен де қоштасты. Сіз қалай ойлайсыз? Шолпан күнәлі ме?